Үйімде сүт болса, дәл осы тағамды пісіруден жалықпаймын. Өте керемет түстік, таңғы, бестік шайға пісіріп көрсеңіздер, өте керемет әрі тойымды тағамдардың бірі. Үйіңізде ең бастысы сүт болса, осы тағамды пісіріп көруге кеңес беремін. Ассалаумағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте керемет, оп-оңай, қансыз блинидің рецептімен бөлісетін боламын. Каналымнан алыстамай, видеомды соңына дейін көріп, қолдап жіберсеңіздер. Ең әуелі біздер ыдысымызға жылы бөлме температурасында тұрған сүтімізді құйып, үстінен жұмыртқамызды салып, қарабұршымызды, тұзымызды және де паприкамызды салып жақсылап араластырып аламыз. Енді барлық қоспаны біркелкі болғанша араластырып аламыз. Бұл жерде паприканы қосу міндетті емес, әркім қалауынша. Енді мен бұл жерде рең беру үшін және де дәмдірек болу үшін қостым. Сіз қоспасаңыз да болады. Енді осылай венчиктің көмегімен араластырып алдық. Сізде венчик болмаса, вилканың немесе блендер арқылы осылай араластырып алсаңыздар болады. Үстінен ұнымызды саламыз. Енді бүкіл масса араластырғанша, ұнымыздың түйірі қалмағанша араластырып аламыз. Міне біркелкі масса болды. Енді үстінен сұйық майымызды құямыз. Тағы да араластырып аламыз. Жақсылап араласуы керек. Мен бұл тағамды үйде жиі жасаймын. Үйіңізде енді қазір жаз уақыты болғандықтан осындай ішіне укроп немесе көк пияз салсаңыздар да болады. Мен үйде қазіргі моментте болмай тұрғандықтан мен салған жоқпын. Болмаса көк пиязды салсаңыздар одан да дәмді болып шығады. Енді біздер бір шетке алып тұрып, жаңағы массамызды енді аздап сыр қажет болады. Мен сырдың екі түрінен қолдандым. Сіздерде сыр болмаса, қалаған начинкаларыңызды қолдансаңыздар болады. Ішіне картошканы пісіріп те салсаңыздар болады. Міне енді осылай сырымызды үпкіштен өткізіп алдық. Енді қызып тұрған тапамызда пісіріп алатын боламыз. Тапамыздың менің үлкендігі диаметр, яғни 22-лік диаметр. Енді тапамыз біздердің қатты қызуы керек. Сол кезде сіздердің блиниларыңыз әдемі болып шығады. Енді ішіне бір ошаудан құйып пісіретін боламыз. Өте қалың болып кетпесін. Біздердің блиніміздің үсті құрғаған кезде асты пісті деген сөз. Енді келесі бетін аударып пісіреміз. Сіздердің тапаларыңыздың асты осындай жармасып алатын болса, міндетті түрде тапамызға жаңағыдай май жағып пісірсеңіздер болады. Енді осы блиніміздің ішіне жаңағы начинкамызды, яғни салмамызды саламыз. Бүкілін осы экранда көрсетілгендей етіп пісіріп ала береміз. Бұл тағам өте керемет. Міндетті түрде пісіріп көруге кеңес беремін, қыздар. Бұл тағамымызды біздер отбасымызбен қатты жақсы көреміз. Үйде сүт болған кезде міндетті түрде 2 жұмыртқамды салып осылай пісіріп ала беремін. Тез әрі тойымды тағамдардың бірі. Енді пісіп шыққан осы блиніміздің үстінен сармайымызды жағып аламыз. Одан да дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Міне келесісін тағы сіздерге пісіріп көрсетемін. Дәл осылай құйып, беті құрғаған кезде осылай келесі бетін аударамыз. Сол кезде екі жағы бірдей болып, әдемі болып пісіп шығады. Үйлеріңізде сыр болмаса, сіздер айтып отқанымда жаңағыдай картопымызды алдын ала пісіріп, пюре күйінде осылай ішіне 1-2 қасықтан салып пісіріп алсаңыздар болады. Өте керемет дәмді болып шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып, лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер, менің каналымның дамуы сіздердің қолдарыңызда, сондықтан барынша қолдап, лайк, комментарий қалдырсаңыздар. Мен әлі де сіздерге керемет әрі оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Міне осылай екіншісінде дәл осылай сармайымызды жағып аламыз. Әр піскен блиниларымызға осындай міндетті түрде сармай жағамыз. Сол кезде жұмсақ, ауызда еритін блинилардың бірі болады.
міне беті құрғақ болып пісіп шықты. Енді келесі бетін аударамыз. Ішіне жаңағы сырымызды саламыз. Сыр біздерге көп қажет емес. Асып кетсе 200-100 грамм қажет болады. Азын-аулақ салсаңыздар жеткілікті. Енді біреу сырды қалайды, немесе қаламайды деген сияқты. Сондықтан әркім қалауынша қосса болады. Міне дәл осылай алып пісіріп ала береміз бөкілін. Бөкілін осылай пісіргеннен кейін үстіне міндетті түрде сары майды жағуды ұмытпаңыздар. Енді қыздар, қазіргі уақытта енді үйлеріңізде көк пияз табылуы мүмкін. Сондықтан көк пиязды да қосып пісіріп көруге кеңес беремін. Негізі маған көк пиязбен пісірген өте қатты ұнайды. Өкінішке орай қазір болмай тұрғандықтан мен көк пиязды салған жоқпын. Міне қыздар, тағамымыз яғни дайын болды. Өте керемет болып шықты. Ыстықта жесеңіздер енді сөз жоқ, дәмді болады. Мен бұл тағамды түскі асқа дайындадым, яғни оңай әрі жылдам дайын болғандықтан осы тағамды түскі асқа немесе бестік асқа тез жиі жасап тұрамын. Енді қазір ыстықта жеңіздер, енді өте керемет, міндетті түрде пісіріп көруге кеңес беремін. Арасындағы сыры еріп, пиццадан да артық болып дәмді болып шығады. Бүгінгі салған рецептім сіздерге ұнады деген ойдамын. Өз пікірлеріңізді төмендегі комментарий жазылатын жерге қалдырып кетсеңіздер, және де пісіріп көруге кеңес беремін. Видеомды қолдап соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.